Сәлем, сіздермен бірге тарихмен. Достар, бүгін сіздерге Қытайлар мен мұсылмандардың арасындағы ең алапат тарихтағы шайқасты айтатын боламыз. Алдымен видеоны осы жерден тоқтата тұрыңыз. Біздің каналға тіркеліңіз, лайк қойыңыз және комментарий жазып қалдырыңыз. Сонымен дайын болсаңыздар кеттік. Жарық әлемнің екі шетін билеген екі патшаның мыңдаған әскері 751 жылы түргештердің қонысы саналатын Атлах қаласы немесе қазіргі Тараз қаласының маңында бір-біріне қарсы сап түзеп тұрды. Екі әлемнің екі түрлі билеушісі. Бұл 742 жылғы оқиғадан бастау алған еді. 742 жылы қандай оқиға болды? Бұл жылы, яғни 742 жылы Сюан Цюңнің, яғни Қытай императорының мұрагері Ханзада Асан Шин түргештердің ордасына қарай бет алады. Осы Ханзаданы түргештер Суяб қаласына жеткізбей, Құлан қаласында өлтіріп тастайды. Бұл хабарды естіген император кегі кореялық ең мықты генералы Гао Шянжиге түргештерді онымен қоса Каспий теңізі мен Еділге дейінгі кеңістікті жаулап алуға бұйрық береді. Бұл жорыққа мұқият 7 жыл әзірленген императорлық армия 750 жылы бір кездері уысынан шығып кеткен Шығыс Түркістандығы қанға бөктіріп Суяб қаласын күл парша етеді. Өз адамдарымен Талас қаласына келіп орнығады. Қарапайым жұрттың жартысы тауға тығылса, қалғаны бетпақ даланың шөлін паналауға мәжбүр болады. Бір аялдап Сыр өзенін кешіп өтіп, Каспий тайпаларына беттемек болған Қытай генералына шұғыл хабар келіп жетеді. Батыс бетте саны өзімен шамалас мыңдаған мұсылмандық армия таяп қалғанын естиді. Сыры мен мақсаты өзіне беймәлім әскермен соғысқа кірісуге асықпаған генерал, яғни Қытайдың генералы Гао Шянжи, ондағы оқиғаны болып жатқан жағдайларды орталық астана Пекинге хабарлайды. Аз уақыттың ішінде Гао Шянжиге жаңа бөлімдер мен мол қару-жарақ келіп жетеді. Екі армияда соғысуға нақты себеп таба алмай, біршама уақытын жоғалтады. Арабтар жағы да бата алмай, Бағдаттан хабар күтеді. Халифке ашық соғыстан басқа амал қалмаған еді, әрі бұл майдан екі империяның тек біреуін ғана Азияның билеушісі деген куәлік беретінін ол жақсы түсінді. Дәл осы соғыстан аянып қалмау керек болатын. Алайда бұл тек қатардағы жауынгерлердің толқуы болатын. Алдағы соғыста қай жақ жеңіп, қай жақтың сарбазы қынадай қырылатынын ешкім білгенде жоқ. Бұрын соңды бұл екі империя соғысқа түсіп көрмеген, күштерінің қаншалықты деңгейде екенін де білмейді. Бағдат пен Бұхардағы мұсылман ғалымдары бұл дағдарыстан бейбіт жолмен шығудың түрлі тәсілдерін ұсынды, әрі бұл жоспарлардың осы соғысты тоқтатуға күші толық жететін бе? Сонымен Корея елінен шыққан генерал Гао Шянжиге баста берілген бұйрықта араб халифатымен соғысу болмады. Себебі императордың есебі бойынша 100 мың армия жетісу жеріндегі түргештердің негізгі әскерін талқандап, Сырдарияның солтүстігін айналып өтіп, бір бөлігі Маңғыстау түбегіндегі халықтарды тізе бүктіруге, ал екіншісі Жайық пен Еділдің арасын жаулап алып, Орал тауларына барып бір тоқтауға тиіс болды. Қытайдың халифа әскермен әзірге қақтығысқа түсуге зауқы болмады. Себебі екі империяда сол дәуірде ең алапат әскери күшке ие болатын. Қытай император мен мұсылмандық Аббас халифаты осындай күштерді қолында ұстады. Дешті даласына орнығып, тылын қамтамасыз еткеннен кейін ғана Қытайлар оңтүстік қалаларға шабуыл жасауды жоспарлаған болатын. Қытайлардың Шаш қаласына, яғни бүгінгі Ташкент қаласына жасаған шабуылы кезінде оның билеушісі, яғни Ташкент қаласының билеушісі
осы шайқастардың бірінде тұтқынға болып, немесе сол уақытта өлтірілді дейді, немесе тұтқыннан кейін өлтірілді дейді. Әйтеуір Ташкент қаласының билеушісі осы соғыста өлтірілгеннен кейін биліктен айырылған оның ұлы арабтардың жағына қарай қашып кетеді. Міне соғыс осылайша бастау алған болатын. Ташкент қаласының билеушісінің ұлы Зият ибн Салих арабтардың жағына барып, олардан көмек сұрайды. Яғни мұсылман армиясынан көмек сұрайды қытайлармен шайқасқа түсуге. Ал бұл арабтар үшін керемет мүмкіндік, яғни керемет сылтау болатын, яғни соғысқа түсуге. Сонымен Зият ибн Салихтың шашбауын көтерген мыңдаған мұсылмандық армия Талас қаласына қарай жылжып, Атлах қаласының маңында жауынгерлік сап түзеп тұрды. Дүниенің екі қиырындағы алып империя әскері қарама қарсы келіп тұрған болатын. Шығыстан күн шапағы көтеріле бастағанда, екі жақтың әскері даңғаза дабыра мен күңіренген үрейге толы кернейлер үнімен бір-біріне қарсы сап түзеп алға қарай жүрді. Алапат майдан осылай жалғасқан болатын. Шайқас 5 күнге созылған. Шайқастың 5-ші күні, бұл күні күн шыға салысымен екі жақта өздерінің резервтегі әскерін қосуға шешім қабылдайды. Майдан даласы мидай араласып, дүние төңкеріліп кеткендей болады. Көшпенділердің жасағы биік төбенің басында соғыстың нәтижесін тағатсыздана күтіп тұрды. Соғыстың 5-ші күні тарихшылардың мәліметіне қарағанда, сол қытайлықтардың жағында болып тұрған қарлұқтардың әскері арабтардың жағына өтіп кетіп, қытайлардың тылына шабуыл жасайды. Себебі дала көшпенділері үшін сөзде тұру деген үлкен ұғымды білдіретін. Қарлұқтардың мұсылмандар жағына шығып кетуі қытайларды әлдеқайда әлсіретіп кетті. Осылайша Қытай императоры Сюаньцзунның бар үміті желге ұшып, әскерінің күл талқаны шығады. Соғыста қытайлар жеңіліс тапқан болатын. Қаншама Қытай тұтқынға түседі, және осы тұтқындардың ішінде белгілі ғалымдар да болған екен. Осы ғалымдар немесе өнертабыс иелері кейіннен Бұхар, Самарқан қаласындарына әкеліп, осы қытайлық шеберлердің білімінің арқасында арабтар сол жерде қағаз басып, яғни бүгінгі біз қолданып жүрген қағаз жасау технологиясын игеріп, кейіннен араб халифатында кітап шығару ісі кеңінен дамыған болатын. Сонымен осы соғыста қытайлар жеңілді, Гао Шянжи императордың сарайына қайтып оралды, бірақ Зият ибн Салих, яғни жеңіске жеткен жеңімпаз батыр Зият ибн Салихты кейіннен арабтар саяси түрде сенімсіз деген желеумен өлтірген болатын. Ал жеңіліп қалған Гао Шянжиді император жазаламай, керісінше сарайда одан да жоғары лауазымға тағайындайды. Ал Атлах шайқасы қытайлардың бүгінгі Қазақстан, жалпы Орта Азия жеріне қытайлардың келуін тоқтатып тастаған болатын. Бұл бүгінгі Қазақстан мен Қытайдың шекарасын айқындаған соғыстардың бірі деп айтуға болады. Сонымен құрметті халайық достар, егер сізге бұл видео ұнаса, біздің еңбегімізді бағалап, лайк қойыңыз, өзіңіздің комментарийіңізді жазып қалдырыңыз, және бұл тарихты білмейтін өзіңіздің достарыңызға, таныстарыңызға, туыстарыңызға болсын, қандай таныстарыңыз бар, таратып жіберіп, біздің каналдың дамуына қолдау білдіріңіздер ағайын.